Елестетіп көріңіз. Кәдімгі күн. Сіз дәрігердің кабинетінде отырсыз. Дәрігер сіздің анализдеріңізді қарап шығады. Сосын басын көтеріп, сабырлы түрде айтады. Сізге операция қажет. Ол мұны сенімді түрде айтады. Қарапайым нәрсе сияқты, басқа жол жоқ сияқты. Және адамдардың көпшілігі дәл осы сәтте бірдей әрекет жасайды. Олар басын изейді және келіседі. Өйткені дәрігер айтты, демек солай болу керек. Дәрігер жаман нәрсе ұсынбайды. Операция жасасам, жазылып кетемін. Көп жағдайда 60 жастан асқан адамдар үшін операцияның өзі сол аурудан да қауіпті болуы мүмкін. Мен мыңдаған науқасты көрдім, жүздеген операцияларды көрдім, және өкінішпен аяқталған жағдайларды да көп кездестірдім. Бүгін мен сізге жасы үлкен адамдар аса сақтықпен келісуі тиіс 5 операция туралы айтып беремін. Кейде олар өмірді сақтап қалады, бірақ кейде өмір сапасын нашарлатып, тіпті өмірді қысқартып жіберуі мүмкін. Сондықтан шешім қабылдамас бұрын шындықты білу өте маңызды. Өте маңызды ұғым. Медицинада бір маңызды түсінік бар. Ол ағзаның қор қуаты, ресурс. Кейбір адамдар 70 жаста болса да, ағзасы 50 жастардай жұмыс істейді. Қозғалады, серуендейді. Бұлшық еттері мықты, тынысы жақсы. Ал кейбір адамдар 60-та бірақ ағзасы әлде қашан шаршаған. Әлсіз бұлшық ет, ұйқы нашар, қысым, қант, жүрек әлсіз, ентігу. Міне, дәл осы жерде ең үлкен қателік басталады. Дәрігер көбіне тек ауруға қарайды, ал шын мәнінде адамды толық қарау керек. Себебі операция тек кесіп тігу емес. Бұл наркоз, қан жоғалту, жүрекке стресс, тромб қаупі, ұзақ қалпына келу. Кейде адам операциядан кейін мүлдем басқа адам болып шығады. Мен мұны талай рет көрдім. Адам өз аяғымен келеді, ал операциядан кейін бұрынғыдай жүре алмайды. Тез шаршайды, қысымы түседі, есте сақтау нашарлайды. Кейде депрессия басталады. Ал туыстар айтады, біз жақсы болсын дедік. Операция номер 1. Тізе буынын ауыстыру. Қазір бұл өте кең таралған операция, жиі жасалады. Кейде шынымен көмектеседі. Бірақ бір маңызды мәселе бар. 65 жастан кейін қалпына келу өте ұзақ болуы мүмкін. Көп адам ойлайды, бір айда бәрі жақсы болады. Ал шындықта қалпына келу 1 жылға дейін созылады. Ең қауіптісі мынау. Операцияға дейін адам аз қозғалады. Операциядан кейін одан да аз қозғалады. Нәтижесінде бұлшық еттер әлсірейді және адам бұрынғыдан да нашар жүре бастайды. Мен ондай науқастарды көрдім. Бұрын таяқпен жүрген операциядан кейін тек ходунокпен ғана жүре алады. Сондықтан өте маңызды. Операциядан бұрын аяқ бұлшық еттерін күшейту. Кейде жаттығулар операциядан да тиімді болады. Операция номер 2. Омыртқаға жасалатын операция. Бұл өте күрделі операция. Әсіресе жасы үлкен адамдар үшін. Кейде ауырсыну азаяды, бірақ басқа мәселе пайда болады. Адам қозғалысын нашарлатады. Өйткені омыртқа тек сүйек емес. Бұл жүйке, бұлшық ет, тепе-теңдік. Кейде операциядан кейін адам жиі құлай бастайды. Ал 60 жастан кейін құлау өте қауіпті. Кей жағдайда омыртқаны операциясыз емдеу әлдеқайда дұрыс. Жаттығу, жүзу, физиотерапия. Өте маңызды ой. Мен әрдайым науқастарыма бір нәрсе айтамын. Дәрігерден тек операция керек пе деп сұрамаңыз. Оның орнына сұраңыз. Егер жасамасам не болады? Операциясыз ем бар ма? Менің жасымда наркоз қаншалықты қауіпті? Менің жасындағы адамдардың қаншасы толық жазылады? Бұл өте маңызды. Себебі операция бұл машина жөндеу емес, бұл тірі ағза. Ал жасы үлкен ағза мүлдем басқаша жауап береді. Шынайы оқиға. Біз операциялар туралы жалғастырмас бұрын, мен сізге бір оқиғаны айтып бергім келеді. Көп жыл бұрын маған бір ер адам келді. Оған 68 жас еді. Бойы ұзын, мықты. Өмір бойы жұмыс істеген, көп жүрген, аса ауырмаған. Оның кек бір мәселесі болды. Тізесі ауыратын. Дәрігерлер айтты, буын ауыстыру керек. Ол келісті. Операция жақсы өтті. Бәрі дұрыс сияқты болды. Бірақ ең маңызды кезең кейін басталды.
қалпына келу. Алғашында ол аз жүрді, өйткені ауырды. Сосын жүруден қорқа бастады, құлап қаламын деп. Сосын көбірек отыра бастады. Сосын бұлшық еттері әлсіреді. Сосын ентігу пайда болды. Сосын қысымы тұрақсыз болды. Бір жылдан кейін ол маған бір сөйлем айтты. Мен оны ешқашан ұмытпаймын. Ол айтты: «Дәрігер, операцияға дейін тек тізем ауыратын, ал қазір менің бүкіл өмірім ауырады. Мен операция жасауға болмайды деп айтпаймын. Жоқ, кейде операция шынымен өмірді сақтайды. Бірақ өте маңызды нәрсені түсіну керек. Операция әрқашан шешім емес. Кейде ол жаңа мәселенің басы. Операция номер 3. Жүрекке жасалатын операция. Көп адамдар ойлайды: жүрекке операция жасаса, өмір міндетті түрде ұзарады. Кейде бұл рас, бірақ әрдайым емес. Өте маңызды бір нәрсе бар. Операцияның өзі де, наркоз да ағзаға үлкен стресс береді. Жүрекке, өкпеге, бүйрекке, миға барлығы жүктемені сезінеді. Кейде операциядан кейін адам бұрынғы қалпына ешқашан толық қайтпайды. Мынадай өзгерістер болуы мүмкін. Есте сақтау нашарлайды, әлсіздік пайда болады, тұрақты шаршау. Ал ең маңыздысы, кей жағдайда операциясыз да өмір сүруге болады. Дәрі-дәрмекпен, қозғалыспен, дұрыс тамақтанумен. Және бірнеше жыл бойы тыныш, қалыпты өмір сүруге болады. Бірақ бұл туралы жиі айта бермейді. Операция номер 4. Асқазанның бір бөлігін алу. Бұл операция жара кезінде, ісік кезінде, ауыр асқазан ауруларында жасалады. Бірақ операциядан кейін бір үлкен мәселе пайда болады. Ағза тамақты нашар сіңіреді. Нәтижесінде салмақ азаяды, әлсіздік пайда болады, дәрумендер жетіспейді, энергия төмендейді. Ал жасы үлкен адам үшін салмақ жоғалту өте қауіпті. Неге? Өйткені салмақпен бірге бұлшық ет те кетеді. Ал бұлшық ет кеткен кезде қартаю жылдамдайды. Сондықтан кейде асқазанды операциясыз емдеу тиімдірек. Диета, дәрі, дұрыс режим. Операция номер 5. Простатаға жасалатын операция. Бұл 60 жастан кейінгі ер адамдарда өте жиі кездесетін операция. Кейде ол шынымен қажет, бірақ кейде оны тым ерте жасайды. Операциядан кейін мынадай мәселелер болуы мүмкін. Зәр ұстай алмау, әлсіздік, ерлер денсаулығына байланысты қиындықтар. Сондықтан өте маңызды. Алдымен операциясыз емдеу тәсілдерін көру. Ең маңызды ой. Жас ұлғайған сайын ең басты мақсат ауруды ғана емдеу емес. Ең бастысы өз бетімен өмір сүру қабілетін сақтау. Яғни, өзіміз жүру, өзіміз киіну, өзіміз тамақ дайындау, өзіміз далаға шығу. Өйткені кәріліктің ең қауіпті ауруы қысым емес, қант емес. Ең қауіптісі тәуелді болып қалу. Адам өзі тұра алмайтын жағдай. Және өкінішке қарай, кейде дәл операциядан кейін адам осы тәуелділікті жоғалтады. Әр операция алдында қойылатын 5 сұрақ. Әрқашан осы 5 сұрақты қойыңыз. Егер мен операция жасамасам не болады? Операциясыз ем бар ма? Менің жасымдағы адамдардың қаншасы толық қалпына келеді? Қалпына келу қанша уақыт алады? Мен операциядан кейін қазіргідей жүре аламын ба? Егер дәрігер осы сұрақтарға нақты жауап бере алмаса, тағы бір рет ойланыңыз. Мен сізге ең маңызды нәрсені айтқым келеді. 60 жастан кейін ең басты дәрі таблетка емес, операция емес, ең бастысы қозғалыс. Мықты аяқ, жақсы ұйқы, тыныш жүйке, қарапайым тамақ, күн сәулесі, әңгіме, күлкі, өмір сүруге деген ниет. Мен 80 жастағы адамдарды көрдім. 60 жастағылардан жылдам жүрген. Және 60 жастағы адамдарды көрдім. Баспалдаққа көтеріле алмайтын. Қартаю жасқа байланысты емес. Қартаю адам қозғалысты тоқтатқан кезде басталады. Соны есте сақтаңыз. Қозғалыңыз, жүріңіз, аяғыңызды сақтаңыз, жүрегіңізді сақтаңыз, күшіңізді сақтаңыз, өзіңізді күтіңіз, ауырмаңыз. Және денсаулық туралы көбірек білгіңіз келсе, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.